Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін құрамы өте қарапайым, небәрі 4 заттан тұратын дәмді салат жасаймын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бізге жүгері, қияр, жұмыртқа, тауықтың еті керек болады. Ең алдымен тауықтың төс етін мен алдын ала суда пісіріп алдым. Осылай ұзынша етіп соломка ретінде турап аламыз. Тауықтың ысталған етінде пайдалануға болады, яғни копченый түрінде. Ыдысымызға саламыз. Содан соң жұмыртқа мен қиярды дәл солай етіп ұзындауға, яғни соломка ретінде тураймыз. Енді жүгеріні саламыз. Дәміне қарай тұз, майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің оп-оңай салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, төменге ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздермен болған Ұлмекен. Қош сау болыңыздар.